Мен Темирғалиева Мөлдір Төлегенқызы, көп балалы анамын. 8 балам бар. Оның ішіндегі 6-ы мектеп жасындағы оқушылар. Ал бір оқушы үйден оқиды, денсаулығына байланысты. Біздің өңірімізде нөмірі 51-ші жалпы білім беретін орта мектеп, келешек мектебінің ашылғаны өте қатты қуаныштымыз. Себебі біз сияқты аналардың, біздің балаларымыз сияқты балалардың осындай кең сарайдай, іші жап-жарық, барлық жабдық орнатылған мектепте оқығаны бізді қатты қуантады. Ол мектептің жарықтығы былай тұрсын, ішіндегі мамандардың өте жоғары деңгейде баламен де, ата-анамен де жұмыс жасауы өте қатты қуантады. Қазағымызда керемет сөз бар, ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген. Егер де ұстаздарымыз жақсы болса, біздің де өсіріп отырған ұл қыздарымыз еліміздің келешегіне, болашағына қосатын үлестері мол деп білемін. Өйткені биыл бітірген, негізгі мектепте бітірген қызым қызыл аттестат алды. Мен соған қарап, осындай ұстаздарымның барына шын қуанамын. Жалпы жайлы мектеп, келешек мектебі бұл нағыз біздің еліміздің ертеңін қалайтын мектеп деп сенемін.